Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де, 2001 жылғымын және кірпік саласында, сұлулық саласында жүргеніме уже 6 жыл болды және 6 жылдан асып бара жатыр. Және менің өзім тәжірибем жайлы сіздермен бөлісетін болатынмын және үйрететін боламын. Және де маған тіркеліңіздер, себебі менде өте құнды ақпараттар болады, жіберіп алмаңыздар. Және білгілеріңіз келген информацияны маған комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Және колокольчикті және лайкты басуды ұмытпаңыздар, мен сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Көп адамда проблема, кірпік түсіп қала береді, долго тұру үшін не жасаймыз? Көп адамдар клиенттерге көзін кәдімгі влажный салфеткамен сүртіп бастап кетеді. Ол өте қате, вот соның кесірінен кірпіктері оның тез түсіп қалады. Ол үшін бізге обезжириватель керек. Обезжиривательні көзі жақсылап сүртіп тазалайтын болсақ, яғни метияркадан кейін обезжиривательні сүртеміз. Одан кейін праймер. Праймер бұл бізді клейден қорғайды кірпіктерді және долго тұруға тоже көмектеседі. Шынымен әсері бар. Және де клейді біз 2 апта сайын ауыстыруымыз керек. Немесе 3 апта сайын. Қыстың күні 3 апта болса болады, ал жаздың күні 2 апта сайын ауыстыруымыз керек, сонда кірпігіміз ұзақ тұрады. Және де көп мастерлары білмейді қандай уақытта кірпік жасауға болмайтынын, және сол жасауға болмайтын уақытта олар кірпік жасағанның кесірінен оларда кірпіктері отслойка болып тез түсіп қалады. Ондай жағдайда олар не жасайды? Бірінші клиент келген кезде одан сұраймыз. Сізде мысалы месячный кезде жасауға болмайды, алкоголь ішкен кезде жасауға болмайды, және сондай басқа өте көп жағдайларда болмайды. Оның бірі адам ауырып жатқан кезде, витамин ішіп жатқан кезінде, бір антибиотик қабылдап жатқан кездерінде болмайды. Және де адамда ВИЧ ауру болса, және де адамда аллергия болса, тоже жасауға болмайды. И бұның ең арасында ең важнысы алкоголь, месячный және дәрі ішіп жатқан кезде, ауырып жатқан кезде. Неге месячный кезде? Потому что месячный кезде адамның организмі полный тазаланады, соның барысында біздің қойған материалымыз, біздің қойған кірпігіміз сол отказ береді, адамның телосы солай кірпік тез түсіп қалады. Екінші себеп ол ауырып жатқан кезде өздеріңіз білесіздер, адамда қанша антитела бар, антителалар күресіп жатқан кезде бүкіл керек емес дүниені тоже отталкивать етеді, сондай моментте тоже кірпіктер түсіп қалады. Және алкоголь кезде кірпік жабыспайды. Өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады, бірақ шынында да алкоголь ішіп келген адамда телосында расслабон болады и кірпікті дұрыс қабылдамайды. И және алкогольда адамның телосын жирность көбейтеді, вот соның кесірінен. Және жирность демекші, жаңа обезжириватель дегенді айтып жатқан себебім, бұл кірпіктің төбіндегі жирді алғандықтан кірпік пен біз жабыстырған клеймен адамның кірпіктеріне тез жақсы жабысады, соның арқасында, осы обезжиривательдің арқасында біздің кірпігіміз ұзақ тұрады. Бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, және колокольчикті лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де тағы да не білгілеріңіз келеді, келесі тақырып қандай болғанын қалайсыздар, маған комментарийға жазып өтсеңіздер, мен сіздердің жауаптарыңызды ескеретін боламын. Және де всем пока, сүйдім.